Сәлем достар, қалайсыздар? Біз супер дәмді сметаник пирог жасаймыз. Ол үшін роликті соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелу кетуге ұмытпаңыз. Достар, ең бірінші еліктен жақсылап өткізілген ұнды саламыз. Пирогтың толық құрамы описаниеде жазылып тұр. Енді маргаринді үккіштен жақсылап тұрып өткізіп саламыз. Енді ең алдымен жұмыртқа мен шекерді салып, қопсытқышты салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Пирогтың тестамыз дайын болғасын, пирогтың ыдысына жаямыз. Тестаны жайып болғасын 10-15 минут холодильникке қоямыз. Осы уақытта пирогтың начинкасын жасаймыз. Жұмыртқаға шекер салып, қаймақты салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді начинкамызды холодильниктегі алған тестамызға құямыз. Достар, 180 градуста 40 минут пісіреміз.